Ассаламағалейкум. Ал бүгін сіздерге осы Қытайда болып отырған Чжан Юйша мен әскери армияның бас иесі Чжан Юйша мен Қытайның президенті Ши Цзиньпин екеуінің қандай айырмашылығын түсіндіріп кетейін. Бірінші Ши Цзиньпинді айтайық. Ши Цзиньпиннің оның әкесі Ши Руншүн дейді. Ши Руншүн деген бұл ертегі кезде Ши Руншүн ол жас кезінде мына қазіргі шығыс тұрған мына батыс жақтағы саясимен араласатын адам. Ал бұл Чжан Юйшаның әкесі, оның әкесі Чжан Цзуншүн дейді. Чжан Цзуншүн ол армияда жүрген адам. Ол әскер, қолында нәган мылтығы бар. Сол кезден бастап екі бір-біріне бүйтіп жақсы дос болып араласты. Ал кейін мына Ши Цзиньпин шыққаннан кейін мына Қытайда, осы Қытай жерінде негізі 7 районға бөлінетін еді. Бұл 7 районды Ши Цзиньпин өзгертіп 5 районға өзгертті. Шығыс район, шығыс соғыс район, батыс соғыс район, солтүстік соғыс район, оңтүстік соғыс район мен орталық соғыс район дейді. Бұл орталық соғыс район, бұл бүткіл осы мына Бейжің, Хэбей деген осы маңайдарды одарға жауапкер. Ал шығыс жақтағы соғыс район, ол Тайвань мен шығыс жақтағы деңіз, ол сол жерге одар жауапкер. Ал осы рет Чжан Юйша ұсталғанда бұның себебі не дегенде, себебі бұл Чжан Юйша ол әскери, бұл 1979 жыл мен 1984 жылы бұл Вьетнамға соғысқа 2 рет қатынасқан адам. Бұл алдында соғыс майданда пулемет алып адам өлтірген адам. Бұл нағыз соғыстың қандайдығын әбден біледі. Соның үшін әлі осы күнге шейін, ұсталатыннан бұрынға шейін Ши Цзиньпин Тайваньды қолға ұстап алып алам деді. Бірақ Американың одардың техникалығы, одардың армия әскерінің күштілігі қандай дәрежеге жететін Чжан Юйша 5 саусағындай біледі. Соның үшін ол Чжан Юйша Ши Цзиньпинға неше рет айтты. Біз қазір Тайваньға жүгірсек, Жапонның ортасына қыстырылады, Америкада қыстырылады. Ол кезде біз бүткіл мына коммунист партия бірақ құртып кетуіміз мүмкін деп, о неше рет ескертті. Ескерткеннен кейін бұл Ши Цзиньпин ішінден соң Чжан Юйшаға сенбей қалды. Мынау шынтағыны сыртқа бұрайтын бірдеме екен деп. Содан кейін болған бір осы 5 жыл міне өткен 2020 жылдан бастап 2020 жылдан бастап осы кімді Чжан Юйшаны бір амал қылып 2 аяғын бір етікке тығайын деді, бірақ орай келмеді. Ал осы рет, осы естеріңізде бар шығар, осы былтыр 7-9 айдардан бастап Ли Шаңфу дейді, содан кейін Хэбей Дон Мяо Хуа дейді, осылардың бәрі ұсталып кетті. Бұлар да сол Чжан Юйшаның қоластындағы адамдар, бірақ ұсталып кетті. Бірақ Чжан Юйшаның қоластында болғанымен жаңағы ол үш Қытай негізі Ши Цзиньпиннің ауылдас. Ол бәрі мына Шаньшиден шыққан. Ең арттан кейін Фудзянға бар, Фудзян Баң дейді. Фудзян группы болып кеткен бұлар. Бір Фудзянде соң өздерінің күштерін таратып, соң семіріп алған. Фудзянде семір, соң Ши Цзиньпиннің артынан лесіп, Ши Цзиньпин қазір мына Қытайның президенті болғаннан кейін Ши Цзиньпин соң одарда мен бұрын бір атешкадан бұды көтерейін деп көтерді. Содан кейін қазір мына Чжан Юйшаны ұстап отыр. Ал бүгінгі хабарда 2026 жылы 1 айының 28-і Чжансу дейтін бір жер бар. Чжансу деген жерде қазір бүткіл қарайсам болады. Чжансу деген Қытай халық азат армиясының құрылық армиясының 83-ші группы, соның әскерлері неменеге кетті, сол көшелерді контроль қылып Бейжіңға, Хэбей жақта жатыр. Бұл нені түсіндіреді? Бұл Ши Цзиньпин қазір армияның ішіндегі адамдарға сенбей жатыр. Сенбейді. Мен қазір мына видеоны сөздің алдына шығарып қоям.
Жарайды, қалған әңгімені ең жақындағы болып отырған ақпаратты мен үзбей осы TikTokқа жолдап қоямын. Жарайды, аман болайық.